Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Аты жөнім Бейсенбек Орынтай. Бүгін біз тез уақыттың аралығында қалай сәнді әдемі дизайндағы алғыс хат яғни грамотаны, мадақтаманы жасауды көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Ең бірінші біз вертикальды ма, горизонтальды ма соны анықтап алсақ. Яғни біздің грамотамыз қайсысы болады? Мен горизонтальны таңдаймын. Яғни көбінесе адамдар көлденеңінен грамотаны қалайды. Сондықтан бүйтіп жазамыз. A4 форматында болады көбіне грамоталар, сондықтан біз размер A4 пикселях. Осылай біліп аламыз, яғни DPI 150, 1240-та 1754. Я болмаса DPI. Біз мұна размерді жасасақ дұрыс болатын сияқты, яғни DPI 300 ең керек нәрсе, яғни өте сапалы түзу шығады. 3508-де 2480. Ендеше бастаймыз. Новый файл. Пикселға міндетті түрде қоямыз. Біз пикселях жасаймыз ғой. Сондықтан енді бұл жерге жазамыз. 3508 Command C. Және 2480. Command C, Command V. Қойдық, міне ориентацияны өзі де біліп тұр, горизонтальды болатындығын. Создать. Біздер артық нәрсе емес, түс RGB 8 бит жеткілікті бізге. Кеттік. Міне біз A4 парақты жасап алдық, енді біз түстерді анықтаймыз. Яғни біз қандай түсте жасаймыз. Мен қазір ойлап тұрғанымша, мен көбіне фиолет түсті қолданам, бірақ бұл жолы кішкене қою көк түс қолдансам ба деймін. Қою көк түс және сарылау келген түс қолдансам ба деймін. Бізге тіпті екі түс жеткілікті, шыны керек. Артық түсті қолданудың қажеті жоқ. Осы екі түсті сақтасақ болды. Қазір мен мұны былай Command-мен көшіріп алам. Енді фон. Фонды мен грамотам ақ түсте болуы қызық емес. Сондықтан бұл жерде қою көк түсте фонды жасаймыз. Түгел қою көк түсте болады. Қою көк түсте. Енді біз бұл жерде не деуші еді? Бұл жерде біз линейка сызып аламыз. Направляющий деп атайды. Направляющий арқылы біздің грамотамыздың өлшемін дұрыс бекітіп алуымыз керек. Әйтпесе ол ертең рамкаға салған кезде, басқа, яғни рамкаға салған кезде оның шеттері қиылып кетуі мүмкін. Сондықтан рабочий область деп атайды. Сондықтан сол рабочий областьті сақтауымыз керек. Сондықтан біз горизонтальды направляющий сызып аламыз. Міне, бірінші направляющий бізде рабочий зона мына жерде қанекей. Біз 180 етіп алайық бұл жерде. Ал енді тағы бір сызып аламыз. Мұны да шамамен жаңағы жоғарыдағы направляющиймен тең қылып алсақ болады. Бірақ бұл жерде төмен жағына қазір тағы да қоятын нәрселеріміз бар. Яғни бұл жерде қол қою деген сияқты. Сонымен біраз нәрсеге шығатын секілді. Енді шеттеріне де направляющий қоюымыз керек. Әйтпесе рабочий зонадан асып кетсек, ертең ұятты жағдай болады. Сол жақ шамамен осылай. Направляющийдің размерлеріне қарап отырсаңыздар болады. Міне, осылай қойып алдық. Енді бұл жерде жаңағы сары түсті қолданамыз. Бұл бізде бар алғыс хат. Алғыс хат. Қазір қажетті фонтты, яғни қаріпті бекітіп алуымыз керек. Мен бұл жерде бізге мынандай ерелең деген
негізі грамотадан аулақ болуымыз керек, өйткені қазір ондай грамота сәннен қалып отыр. Алуға болады, бірақ қарасаңыздар тым әлсіздеу. Сондықтан біз басқасын іздейміз. Жоқ, бұл әлсіз. Міне, осындай қаріп, бұдан да әдемісі кездеседі, бірақ осы қаріпті алып көргеніміз жөн. Алғанымыз жөн сияқты қазір. Бұл жерде біз оң жаққа қоямыз ба, сол жаққа қоямыз ба, оны да реттеп алғанымыз жөн. Қанекей, біз оң жаққа қарай қойып көрейік. Осы жерге қоямыз. Енді марапатталатын адамның аты жөнін жазамыз. Аты жөнін бұл жерде ақ түспен қолдансақ болады. Солай жазып аламыз. Енді біз бұл жерде ең лайықты түстердің ең лайықты қаріп бұл жерде есептеймін Монсеррат. Монсерраттың да жақсы қаріптер бар негізі. Және мұнаны былай қысқартып жібереміз. Көп ат жөнін оны фио толық жазудың қажет жоқ бізге. Мына жерге былай қоямыз. Жоқ, қатты тақап жібердік. Енді мысалы белгілі шараға қатысты нәрсе жасақ. Мысалы енді мен мысал түрінде жазам. Шарамызға белсене қатысқаныңыз үшін қатыса отырып өз үлкен үлесіңізді қосқаныңыз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Бұл енді кішкентай болады бізде. Қазір реттеп аламыз. Мына жерде аралық бар. Сіздер фотошопты жақсы білесіздер деп ойлаймын, сондықтан көріп отырған шығарсыздар. Мінекей, алғыс білдіреміз. Егер де фотошоп білмесеңіздер, ютубта фотошопты нөлден бастайтын, негізі лепилкісін абайлауымыз керек, өйткені тым формальды, оны қолданудың қажеті жоқ. Және біздің тексттеріміздің арасында аралық болу керек, мысалы 20 дегендей. Қаріпті бұл жерде 110-ға қояйық. 110-ға қоямыз да, бұл жерде біз семиболтқа қоямыз да, үлкейтіп жібереміз. Міне. Семиболт. Енді мына сөз аламыз да, үлесіңізді тым қатты кішкентай жазу тым қатты кішкене болып қалып десеңіздер, осы қаріп жарайды негізі. Электронды форматта бұл көрінбейді ау деп топшылағанмен, бұны принтерден шығарған кезде өте сәтті шығады. Сондықтан ол жағынан уайымдаудың қажеті жоқ. Енді біз бұл жерде артық деталь болады, бірақ та қолданып көрсек болады. Ол үшін біз мына нені аламыз. Заливка, жаңағы түсті тауып аламыз. Недавно использованный цвета. Және мына жақтан реттеп. Шрифтті баспай отырып. Shift'ті баспай отырық. Міне.
Енді мына жерде shift қажет болады. Shift баса отырып қысқартасыз. MacBook Pro да тачпадта дайын тұрады, ал бұл жерде мынаны былай келіп ручной басу керек болады. Яғни сақтауда. Тым қатты көрмей қалатындай кіші болып кетті десеңіздер Command-T, яғни Free Transform'ды қайтадан басамыз. Shift баса отырып сәл күтеміз. Қайтадан сақтауды бастаймыз. Міне осылай қарапайым. Енді бұнымен жұмыс біткен жоқ, астын жөндейміз. Бұл жерде менің идеям деп айта алмаймын бұл нәрсені, өйткені мен бұдан да нашар жасаймын. Сондықтан бұл идея басқа адамдікі, бірақ та маған ұнады, сондықтан сіздерге көрсеткім келді. Өте тамаша классикалық үлгідегі грамота. Міне осылай қоямыз. Не үшін астына ақ қойдық десеңіздер, оның жауабы бар. Өйткені бұл жерге мына бір тұстарға міндетті түрде мөр қойылады. Мысалы, сіз ректордан алсаңыз, ректораттың несі қойылады, мөрі қойылады деген сияқты. Сондықтан ол нәрселерді сақтаймыз. Ол заңдылықтарды сақтауымыз керек, оған орын қалдыруымыз керек. Әйтпесе болмайды. Әйтпесе сіздің жасаған грамотаңыз кері қайтарылады, болмаса сізге арқалаған жауапкершілікті сіз тағы да басқаша атқарасыз дегенім ғой. Тағы да екі істеп жүресіз дегенім. Енді көп сөзбай мына жерге жазып жіберейін мысалы. Мысалы не десем болады? Мысалы мен өзім жұмыс істейтін жер. Мысалы, осылай алайық. Трансформды басамыз. Я болмаса мынаны басамыз да мына жерлерге қоямыз. Тым қатты үлкен сияқты. Осылай дұрыс сияқты. Осылай дұрыс. Бірінші бейне сабақ болған соң бұл жерде қобалжыптан кеттік. Шамамен осылай қоямыз. Бізде текстіміз нашар сияқты негізі. Қарап отырсам. Алматы қаласы мәдениет басқармасының дей салайыншы. Басшысы дейінші. Әйтпесе тым көп сөз екен. Одан да олақ болған жөн. Бір нәрсенің кадрының анаусы жөндегі орынбасары тым көп сөз. Шамамен осылай аламыз. Міне. Тағы да реттесек болып, контрольді басып отырып, сәл жоғары қарай жылжытамыз. Болды. Енді тиіспейміз. Енді мына жерге оның қолы қойылады. Қолы қойылатын жерге біз мына сызықты аламыз да, Ctrl-J-ді басамыз. Ctrl-J-ді баса отыра, прямоугольник біздің ақ түс қой мынау. Ақ түстің жоғары жағына келтіреміз. Ақ фигураны мына жерге әкелеміз. Бұл жерде мөр міндетті түрде ручной қойылады. Енді электронны бар. Қолданатын өкілдері бар былай. Бірақ ручной қойылған соң оны да топшылай отырып, мына жерге қол қойылатындай қылып қоямыз. Бұл жерде shift баспай қысқартуға болады. Кейде болмай жатса shift басқаға болады, өйткені Photoshop'тың кейбір нұсқалары түсініксіз. Мен қолданып жатқан нұсқа ол Photoshop 2021. Сондықтан әр жерде әртүрлі. Міне шамамен осылай қоямыз. Өйткені қазір текст қалай кететінін білмейміз. Енді Ctrl-J-ді басамыз. Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшысы деген сөзді. Енді осыны басамыз да мына жаққа
қоямыз. Кім деп қойсақ болады? Так. Ой, енді осындайда қиналасың. Жақсы. Қайтем енді? Осылай жаза тұрайын, өйткені бір адамдар тағы неге менің аты жөнімді жаздың деп шықпасын. Енді осылай қоямыз. Орталыққа және мына қолдың аралығын жоспарлаймыз. Міне осылай тұрады. Мына жерге мөр кетеді. Мына жерге қолын жазады, үлкенірек қалып, солай етуге болады. Енді біз визуалға қарасақ, кішкене төмен болып қалды. Бұны реттейміз қазір. Алғыс хат. Міне бүкілін реттеп аламыз. Командты баса отыра, сосын команд T, Ctrl T, Windows'та және бұлай келтіреміз. Орталық мұнда негізі. Дұрыс қой, негізі бұлай да дұрыс. Онда қатты алыс кетпеген, біз сәл үлкейтеміз онда. Біз алғыс хат деген сөзді үлкейтеміз. Бізде 300 бұл. 320-ға үлкейтеміз. 320-ға үлкейтеміз. Енді теңшейміз. Міне, орталыққа келді. Ортаға келді. Жоқ, қатты жылжытып жіберуімізге болмайды. Шамамен осылай қойылғаны дұрыс. Енді мына жерге кітапхананың логотипін қоя салайын. Жай не болу үшін. Қазір. Міне, мысалы, осындай логотипті қойсақ, мына жерге қоямыз. Мұнымен бірдей болу үшін. Негізі асы да бірдей болу керек еді. Біз қазір реттейміз. Осы аймаққа қоямыз. Енді астын реттейміз. Бәсе, енді дұрыс болды. Міне, ал анау үстіге қатты кетіп қалған жоқ негізі. Үстіге қатты кетіп қалған жоқ. Негізінде кетіп қалмау керек. Так. Жоқ. Алғыс хат үлкейтеміз. Мына аралыққа қоямыз. Ал мынаны көтереміз де мына жерге қоямыз. Жоқ. Бұзып алған сияқтымыз. Бұзып алдық. Мен сіздерге әуесқой нұсқасын көрсетіп жатырмын ғой, өзінде әуесқой болған соң. Енді мынаны былай қарай сәл төмен түсіреміз. Енді екеуін теңшейміз. Мен видеоның басында тез деп айттым ба? Негізі басқалардан қарағанда салыстырмалы түрде тез. Әрине, дайын шаблонды алып жасай салуға болады. Дайын нәрселерді алып істей салуға болады. Я болмаса полиграфияда бар ғой, дайын грамотаның үлгісі, алтын адамның суресі тұрады. Жоқ, тәуелсіздік монументінің суресі тұрады. Енді алтын адамның суреті ғой, былай. Сонымен-ақ істей салуға болады. Бірақ онда сіздің грамотаңыз ештеңемен ерекшелемейді. Әрине, сіздің должностыңыз басқа нәрсе болса, онда бөлек әңгіме. Ал былай болмайды. Енді біз мысалы кітапхананың логотипін аламыз. Мысалы, кез келген логотиптің жанында міндетті түрде бір өзінің белгісі болады. Сосын бар текст жазылады ғой. Міне осылай, общий текст жазылады.
Ал основной белгісі ол мынау аралық. Сондықтан бұл аралықты ескере отырып, мысалы сіз орталық болсаңыз, компания болсаңыз, соған ие болады. Я болмаса мына жаққа оюды қойып құтыла салуға болады. Әрине сіз сапалы оюды тауып жатсаңыз ғаламтордан. Бірақ мен өзім осы нәрсені қолдамаймын. Сондықтан логотипті қоямыз. Біздің логотипте де ою бар. Сондықтан болған сәйкес келеді. Қатты бір үлкейтіп жіберудің қажеті жоқ. Міне осылай. Грамотамыз бұзған сияқты көрінеді, бірақ қазір жөндейміз оны. Біз команд иді басамыз. Бүкіл слойларды біріктіріп жіберу, яғни сіз команд арқылы, контроль арқылы белгілеген слойларды енді бұл жерде біз қоямыз қазір. Так. Мына тым қараңғы болып кетті. Непрозрачность. Жоқ, болмайды бұлай. Так, бұлай болмайды. Міне, осылар алып қойған дұрыс. Негізінде бұл жерде классикалы логоны қойған дұрыс. Өйткені өте әдемі шыға. Сондықтан мен жаңа оюға кеңес бергенде сол болатын. Ендеше міне өте қарапайым классикалы логосы. Идеяны ұсынған кісілерге рахмет. Ұсынған деппін ғой, идеяны. Осыны идея туғызуға көмектескен адамдарға рахмет. Классикалы әдемі логотиптерді жасауға болады. Бастысы бұл грамота алған адамға да приятно, және жасаған сізге де негізінде приятно бола алады. Келесі бейне сабақтарда жолыққанша жақсы просмотр жинап жатса, кейін басқа да грамота нелерді бейне сабақтарды түсіремін.